Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез дайындалатын тойымды құрамы қолжетімді заттардан тұратын салаттың рецептісімен бөлісемін. Той жиындарға тез әрі оңай дайындалатын салат іздесеңіз, осы салатты ұсынатын боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен дүкенде осындай арнайы ысытылған тауық еті сатылады. Соны дайын күйінде алып, шетіндегі қабықтарын бірден осылай турайтынның алдында алып тастаймыз. Яғни бұны копченый тауық еті деп айтылады. Шетін барлығын алып тастап, кубиктап тураймыз. Қатты үлкенде емес, тым жіңішкелеп те емес, орташа көлемде етіп турап аламыз. Егер де сізде осындай копченый тауық еті болмаса, оның орнына дүкендегі окорочка дейді, соны пісіріп арасына қоссаңыз да болады. Егер тіпті болмай қалған жағдайда ғана. Одан соң үстіне қиярымызды тағы да кубиктап турап аламыз, 4 бұрышты етіп. Қиярды көптеу қылып турай берсеңіздер болады. Біздің салатымыз өте дәмді болып шығады. Одан соң үстіне пісіріп алған, алдын ала пісіріп алған картопымызды тағы да кубиктап турап аламыз. Картопты тым жіңішке қылып та турамау қажет, себебі езіліп кетеді. Одан соң үстіне жұмыртқамызды да тағы да турап аламыз. Одан соң үстіне дүкенде осындай корнишон деп аталатын қияр, яғни тұздалған қиярымызды дөңгелекше етіп турап салатын боламыз. Менде дәл осы құраммен 4-5 дана тарелка салатын дайын болды. Сіздерге түсінікті болу үшін описание бөліміне құрамын жазып дайындап қоятын боламын. Описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Барлығын көбіктап турап болғаннан кейін дәміне қарай тұзын салатын боламыз. Бұрыш, басқаша приправалар қоспаймыз, тек қана дәміне қарай тұзымызды саламыз. Тұзды да тым көп салып қажет емес, себебі арасында корнишон болғандықтан ол тым қатты ащы болып кетуі де мүмкін. Одан соң үстіне майонезін саламыз. Майонезде де сәл көбіректеу қоссаңыздар, сонда біздің салатымыз сочный болып шығады. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей осымен біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Егер рецепт ұнаса, каналға лүпіл басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.